Бүйтсің. Геморройымнан Гайморит кетіп қалды. Соны жаңа айттың, кетіп қалды. гайморитін жаздың. Осындай келіп Алхам. Есімде жоқ. Енді мынаны запомнил мен сені, түсіндің ба? Алла берсін. Все. Ертең әбден кетеді ғой, жалпы орап беремін. Сосын көреміз, көрсетеміз халыққа. Келемін, обязательно осындамын. Сен сияқты сұрадай деп жүрген адамдар бар ғой, көрсін. Ол тайып кетіп келдің, белін ауырды да. Түсіндің ба? Мына бауырымыз оралдықсы ғой да? Иә. Оралдықсың да, белі ауырып, иығынан не істеп келген, екінші сеанс келіп тұрсың ғой да? Мына псориаз барып қалып тұр. Енді мен сұрасам, әкемде болды дейді. Әкеңде болды ғой да? Мынау сен қазір иммунитетің күшті, сосын тұр. Бірақ машина ескіріп жатыр. Иммунитет қашан түседі, болып кетеді, короче. Ащы, острый нелер жеуге болмайды. Түсін ба? Шемішкі май жарыне вообще болмайды. Желательно суға піскен. Суға піскен. Қазір осы жерге тастап кетемін, кетіремін деп не істе. Мынандай мен саған пробный беремін, потом сен қыттай кішкене. Намазы мен өзім жасаймын. Қазір жағы жібеймін. Басқа ешкімдер жоқ ол, түсін ба? Қазір жағы жібеймін, үстін жабыстырып жібереміз. Түсін ба? Осылай жұқалап жаға бересің. Маған 2-3 күннен кейін фотосын бірдемесін жібер. Түсін ба? Қарайық. Мынау еще біткесін келіп кетейші. Көзімен көрейін, қайтадан видео түсіремін. Жақсы. Кейбіреулер сенбейді, псориаз кетпейді деп. Неге кетпейді псориаз? Миларына құйып алады, кетпейді. Кетпеген нәрсе кетпейді, конечно. Кетеді де көріп болды. Осы жерге тастап кетемін деп болды. Ой, мұғалім балам дедім ба? Иә. Ой, мен балам саған түсіп қалмас. Мен немерем саған түсіп қалмас. Жүгірдің ғой болды. Жазылып ал, сосын барасың. Жүр, кәмен жүргізем, ала беріпсе. Жүр. Оқу дейді ғой. Осы кейін оқуға қарайын түсің сен. Шыға жібересің сен. Или оқуға жетпей құлайсың сен.